Баршаңызға қайырлы күн. Бұл соңғы кездері хит болып жүрген торттардың бірін дайындайтын боламыз. Бұл торт шоколадный торт с вишневый чизкейком және с вишневой прослойкой деп аталады. Ең алдымен бізге чизкейкімізді дайындалу қажет. Вишнямызды жуып тазалап, дәл осылай блендердің көмегімен езіп аламыз. Кейіннен ситодан пюремізді бөліп аламыз. Яғни ситода біз вишняның қабықтарынан бөліп аламыз. Пюреміз дайын болғаннан кейін дәл осындай масса болып шығады. Енді бөлек сотейникке азғантай су құйып, бір қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Араласып болғаннан кейін үстіне вишняның пюресін құйып, жақсылап араластырып, бір ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз және отқа қоюланғанға дейін қоямыз. Міне, оттан шықты, дәл осындай қою масса болу қажет. Кейіннен бөлек ыдысқа құйып аламыз. Бұл пюремізді біз суытуымыз керек. Енді чизкейктің өзіне кірісеміз. Творожный үстіне қантымыз салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз ергенге дейін. Үстіне сливкімізді құямыз. Бір дана жұмыртқамызды жарамыз. Және бір ас қасық крахмал салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Араласып болғаннан кейін ең соңында вишневый пюремізді салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған чизкейкімізді арнайы кальцоны жақсылап тұрып фольгамен орайсыздар, су кірмейтіндей етіп, чизкейкімізді салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіріп аласыздар. Екінші формамызға аз су құйып, пешіміздің тек қана астыңғы жағын қоямыз. Енді прослойканы жасаймыз. Суға тағы да крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Кейін вишняның өзін салып, отқа қойып аламыз. Қоюланғанша араластырамыз. Міне дәл осындай қою масса болып шығу керек. Енді қамырына кірісеміз бисквитке. Ең алдымен ұн мен какаоны араластырып аламыз. Енді жұмыртқаға қантымыз салып, массамыз 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Кейіннен ұн мен какаоны ситодан өткізіп аламыз. Бұл жерде өткізген себебіміз какаоның түйіршіктері қалып кетуі мүмкін. Және бұл түйіршіктер қамырда езілмей қалып кетеді. Жасыл лопаткамен араластырамыз. Ұнымыздың барлығын дәл осылай соңына дейін жасап шығамыз. Массамыз дайын. Енді осының үстіне айранымызды құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Дайын болғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Кейін араласып болғаннан кейін формамызға құямыз. Мен торттарды бөлек-бөлек, кожаларын бөлек-бөлек пісіремін және осы массамды 3 бөлікке бөліп, әрқайсысын бөлек пісіріп алдым. Енді кремімізге кірісеміз. Творожный сырға сахарный пудрамызды салып, азғантай сливкімізді құйып, крем жасап аламыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді саламыз кожиктің үстіне. Қастың көмегімен жайып шығамыз және де бортиктер жасаймыз. Бортикті міндетті түрде жасау керек. Чизкейкімізді саламыз суыған үшін. Міндетті түрде чизкейкімізді суыту керек. Және шеттеріне тағы да осылай крем жағып, бетіне де азғантай крем жағып шығамыз. Екінші коржығымызды салып, тағы да кремімізді жағамыз. Бұл тортқа пропитканың қажет емес, өйткені бисквитіміздің өзі влажный болып шығады. Яғни бисквитіміз влажный бисквит деп аталады. Сондықтан бұл тортқа ешқандай пропитка қажет емес. Екіншісіне тағы да бортик жасап, енді вишневый прослойкамызды саламыз. Міне салып шықтық. Енді үшінші коржымызды бетін жауып, тортымыздың бетіне азғантай крем жауып, холодильникке қойып қоямыз. 7-8 холодильникке қойып қоямыз тортымызды. Кейін уақыт өткеннен кейін бетіміздің тортына уже кремдерді жаға береміз. Алдымен осылай түзілеп аламыз. Штапельдің көмегімен.
және егер де сізде шет жақтары төмен болып тұрса, мен өзім осылай ең алдына шетіне кремді жағып шығамын. Сол кезде тортымыздың беті түзу болып шығады. Кейіннен ең соңында кондитер қалташаның көмегімен дәл осылай кремімізді сығып шығамыз. Сол кезде креміміз біркелкі болып жиналатын болады. Және де осылай спатуланың көмегімен кремдерімізді біріктіреміз. Кейіннен штапельдің көмегімен тортымызды түзілуге тырысамыз. Тортымыз дайын. Енді глазурімізбен алдымен мен өзім қастың көмегімен дәл осылай подтеки жасаймын. Шеттерінен бірінші бастаймыз. Шоколадный глазурный рецептісін описанияға қалдырып кетемін. Және де глазур жасаған кезде шоколадымызды міндетті түрде суыту керек. Енді шоколадымыздың қалған бөлігін құйып, дәл осылай қастың көмегімен жайып шығамыз, біркелкі етіп. Бұл торт өте дәмді болып шықты, және де әрі өте тойымды. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Ерекше торт десем болады. Мен бұл тортты бірінші рет жасадым, және барлық қонақтарыма бірдей ұнады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.